Баяғыда бір жігіт айдалада мал бағады екен да. Сол айдалада мал бағып жүріп бір күні қызға барғысы келіп, қыз деген ғой. Сол қызға барғысы келіп, қыз деген айдалада қаяқтың қызы, қыз да жоқ. Соны ар іздеп бер іздеп болмаған соң өзінің қорадағы бағып жүрген түйелеріне басы кетеді ғой. Сөйтіп арасынан бір ұрғашы теңіз табылады да, ар секіреді, бері секіреді, жете алмайды. Жете алмаған соң астына орындық қойып, енді бастайын деп жатқан кезде түйе алдыға жылжып кетеді екен. Соған қайтадан орындықтан түсіп, қайтадан орындықты артына қойып, енді артына шығып бастайын деп жатса, түйе қайтадан жылжып кетеді екен алдыға. Соған ана жігіт енді столын қайтадан қойып, енді шығып қалып жатса, бір алыстан бір қыздың дауысы шығады екен, құтқарыңдар, құтқарыңдар деген. Ана жігіт сразу секіріп түсіп, не болды екен деп жүгіріп барып қараса, бір қыз құдыққа түсіп кетті. Сол құдықтың ішіне барып қараса, бір қыз тұр дейді, құтқарыңызшы, құтқарыңызшы. Сол ана жігіт барғанда, ана қызды бірдеңе істеп әйтеуір шығарып алыпты ана құдықтан. Сол ана қыз ана жігітке қарап тұрып, сіз мені құтқарып қалдыңыз, енді сіздің бір тілегіңізді орындайын деген ғой. Сол ана жігіт ойланып тұрып, ана қызға қарап тұрып, түйенің басын ұстап тұра аласың ба деп айтады дейді.